тіршілік өмірдечі адам кейде осы көп нәрселерге бір әлгі ішімізге айта алмай бір жиып аламыз ғой. Осыныдан сақтаныңыздар. Әзір осы әлгі ежің болып кетеді, адамдар өніңі рухани жақтан көп күйзеліп, әлгі түн-түнімен ұйықтай алмай, темекі шегіп, ішінен бір жекетеді ғой. Осы кісілерше әмәлиятта басқалардың көңілін аяйтын мынандай кісілер ғой. Әненді кейбір адамдар бар. Охо, жолбарыс, әйел жолбарыс. Жұлатынын жұлып, былай қалатын, былай қылып, екі жаққа бір қылып сайды, бірақ олай адамдардың кейбіреуінің ішінде тығып осындай былай қылып тастайтын әйелдер бар ғой. Түзде 90% өте ақ көңіл келеді де, алдартын ойламайды. Мысалы, мен сияқты дегенсіз ғой. Мына көйлек, мына сымдарымның мына сапасын көріңіздер, 25 сом қалқым. Мына қара, мына былайдан тігілген 60 кілінің төмен жағы киесіздер, ерекше әдемі. Мыналарды енді бір кіресін төлеп десем, 10 сомнан қып береме қалқым, маған зиян шығады екен шыны керек. Менде қиып қызыл маузыңдар бар, бұзау шайнап еткендей тұрғанымен, дәзмал баса атақты мыналар. Одан мына киіп шықтым ма жібек көйлекті. Керемет әдемі шыққан, мына тек мына көйлекті әр қандай шаңқыға киіп, мына тәтелеріміз барып қошал қайтады ғой, шіркін ай, мына көйлектің адамға бір чижі берген ай, гаудан қылған ай деп. Өткен кейде адамның барған сорыныңызда бір гаудан киім киіп отырсаңыз қандай боласыздар? Мына сымдарды қалқым, міне. Ашко айтайын, 20 сомнан қалқым. Қараңыздар, ондағы бір демете қап деймін болмайды. Салын сап береміз, міне. Көп 1000-2000 тал сым бар әл жерде, қорқпаңыздар қалқым. Айттым ғой, әпәлем миллионның малын әкеп сағам деп. Мынаны да сіздерге 15-тен қып бердім, қалқыма пипа 40 қанша келетін мынандай тәншин нюзай көрдіңіздер ма? Өнен көйін мына сымдарды қара. Мына сымдарды да 20-дан қып бердім, қалқыма сапасын қараңыздаршы. Мына дәзмал баспағанын кейін бұзау шайнағандай болып тұрады. Юндың сататын сәнбәйлеулерге апарып қойып, пілдің құлағындай маркадан бір дастылан дәзмал қатырып басып, арбай десе аласыздар, ибай жүкші жуға бер деп. Мен білмеймін ба? Өнен кейін мына сымдарды да 15-тен қып бердім. Мынаны әлгі сүйекпен терге ілініп лағаған тура бір қыздар бар ғой, міне. Көрдіңіздер ма, қыста етіктен киіп алсаңыздар да. Арғырақ 60 кілінің төмен жағы киеткесіздер қалқыманан. Мынау жібек лохоп екен, бұны қанша қып берсем болар. Бұны 45 қып берем, мынау жың жібегі. Өнен кейін мына жердегі мына сымдарды да мына 10 сомнан қып берейіне қалқым. Мынаның бәрі айтып жатырмын ғой, бұзау шайнап өткендей болған мен деп. Бәрін мен қып-қызыл ақшаға келген нәрселер ме, көрдіңіздер ма? Ойбай, және қайсым бар еді. Өнен кейін мына бағанағындай ақсымнан көп екен, мына ақсымнан. Өнен кейін мынаны да 10 сомнан қып берейіне қалқым. Мына қалың шыққан бәні. Өнен кейін жерде бақаның көрпесінен бар екен мен жерде. Мына бақаның көрпесін қанша қып берсем болар сіздерге. Бақаның көрпесі де әлем бақы қайызық бақаның